достық тобы. Достық жайлы ең алғаш осы білім орталығына қатысатын достарымнан естідім. Қорқыныш сезімі болды әрине, себебі мен ең алғаш достыққа келгенде алтын бейлердің группасына түскен болатын. Сондықтан да мен олармен ілесе аламын ба деген бір қорқыныш сезім болды. Достықтан жай ғана мектеп барысында оқып жүрген программалардан бөлек кітаптан тыс материалдарды үйрендім. Жетістігім ұлттық бірыңғай тестілеуден 140 балдан 139 бал жинадым. Басқаларға берер кеңесім тек қана еңбек түгіл жеңбек, яғни сіз егер еңбектенсеңіз, сіз кез келген белесті бағындыра аласыз. Достыққа тілерім алдағы уақытта шәкірттері көп болсын, шәкірттері осы күнге дейін алынбаған асуларды, бағындырылмаған белестерді бағындыра берсін. Ең қиын келгені, менің ойымша, ол ұбт-ға кірер алдындағы сәт, қобалжу, қорқу, сол кез маған ең қиын болған болды. Достықта қызық сәттер өте көп. Достықтың атап өтетін бір ерекшелігі, жыл бойы тек қана оқушыларды ұбт-ға ғана дайындай бермей, оларды мейрамдар сайын түрлі шаралар ұйымдастырып, балалардың көңілін сәл білімнен аударып отырады. Сондай сәттерде сахнаға шығып деген секілді дүниелермен, достарымен өткізген сәттер мен үшін ең қызық өтті. Достықтағы барлық ұстаздар жоғары білімді, әрқайсысы өздерінің білімдерін алдында отырған шәкіртіне жеткізе алады. Жалпы достықтағы ешқандай да ұстазды біреуінен артық ешқайсысын санамаймын. Барлық ұстаздар да мейірімді, білімді, ең бастысы сол деп есептеймін. Достықты ойлаған кезде менің ойыма ұбт бірден есіме түседі, себебі мен достыққа тек қана ұбт-ға дайындалу үшін келетінмін. Достық білім беру орталығымен бірге дайындалдым. Осындағы эдуком басылымдарымен әрбір өтілген тақырыптарды үйге барып, үй жұмыстарын шығару арқылы және бөлек, яғни ғаламтордан болсын, мектеп мұғалімдеріміз берген тапсырмаларын орындау арқылы және әрдайым өзіңмен өзің жұмыс жасау арқылы дайындалдым. Достық бұл арманға жеткізер жол.